Сәлем балақай, сені бүгін тағда өзімнің сабақтарымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздер математика сабағынан 34-ші сабақ екі санын қосу және азайту деген тақырыппен танысатын боламыз. Бұл жерде біздер екі санын қосуды және азайтуды орындап үйренеміз. Кәне бірінші тапсырмаға назар аударайық. Екі санын қосуды және азайтуды есіңе түсір, мысалдардың қалай құрылғанына назар аудар дейді. Кәне бұл жерде берілген тапсырманы тез орындап шығайық. 1 қосылған 2 тең болады 3-ке. Келесі 2 қосылған 2 тең болады 4-ке. 3 қосылған 2 тең болады 5-ке. 4 қосылған 2 тең болады 6-ға. 5 қосылған 2 тең болады 7-ге. 6 қосылған 2 тең болады 8, 7 қосылған 2 тең болады 9, 8 қосылған 2 тең болады 10-ға. Келесі, енді бұл жердегі қарап отырсақ қосылғыштардың орны ауыстырылған. Сонда бұл жерде қосудың ауыстырымдылық қасиеті орындалып тұр. Бірақ бұл жерде өзің білетіндей, бұлардың мәні өзгермейді. 2 қосылған 4 тең болады 6-ға, 2 қосылған 5 тең болады 7-ге, 2 қосылған 6 тең болады 8-ге, 2 қосылған 7 тең болады 9-ға, 2 қосылған 8 тең болады 10-ға. Бұл біздер қосуды орындадық. Келесі азайтуды орындайық. 3 азайтылған 2 тең болады 1-ге, 4 азайтылған 2 тең болады 2, 5 азайтылған 2 тең болады 3, 6 азайтылған 2 тең болады 4, 7 азайтылған 2 тең болады 5, 8 азайтылған 2 тең болады 6, 9 азайтылған 2 тең болады 7, 10 азайтылған 2 тең болады 8. Тапсырмаларды орындап шықтық. Келесі, екінші тапсырма бұл есіңде сақта. Бұл жерде балақай 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 сандарының құрамы берілген. Бұл жерде 2-ге қатысты құрамы берілген. Бұл нәрсені мұқият есіңде сақтап алу қажетсің. 10, 2 қосылған 8, немесе 8 қосылған 2-ден тұрады. Келесі, сандардың құрамын айт, азайтуға мысалдар құрастыр және жаз дейді. Кәне 6 шығу үшін 2-ге қандай санды қосу керекпіз? 2-ге 4-ті қосу керекпіз. Осы бойынша азайтуға мысалдар құрастырайық. 6 азайту 4 тең болады 2. Енді 6 азайту 2 тең болады 4-ке. 7. Қандай санға 2-ні қосқанда 7 болады? Әрине 5 саны. Енді осы арқылы азайту құрастырайық. 7 азайту 5 тең болады 2-ге. Келесі 7 азайту 2 тең болады 5-ке. Келесі қандай санға 2-ні қосқанда 8 болады? 6. Кәне осы арқылы азайту құрастырамыз. 8 азайтылған 6 тең болады 2-ге. Ал 8 азайту 2 тең болады 6-ға. Бұл тапсырманы да орындап аяқтадық. Келесі тапсырма. Есепте сан кесіндісін қолдан, досыңнан тексеруін сұра. Кәне қарайық. 3 қосылған 2 тең 5-ке. Бұл жерде 3 санын табамыз. Содан кейін 2 деп тұр, 2 рет секіреміз. 1, 2. Нешеге келіп тоқтадық? 5-ке. Сонда 3 қосылған 2 тең болады 5-ке. Қане астындағы тапсырманы орындап көрейік. 8 азайтылған 2. 2-ні біздер 1 және 1 деп жіктедік. 8 саны міне. 2 рет біздер 0-ге қарай секіреміз. 1, 2. Нешеге келіп тоқтады? 6. Сонда 8 азайтылған 2 тең болады
6-ға. Келесі 9 саны берілген. 9 азайту 2. 2-ні біздер 1 және 1 деп жүктедік. Кәне 9 санын табамыз. Міне 2 рет секіреміз. 1, 2. Неше кеп тоқтадық? 7. Сонда 9 азайту 7 тең болады 2-ге. Келесі берілген тапсырма 4 қосылған 2. 2-ні тағы да 1 және 1 деп жүктедік. 4 санын табамыз. Және 2 рет алдыға қарай жылжимыз. 1, 2. Неше кеп тоқтадық? 6-ға. Сонда 4 қосылған 2 тең болады 6. Келесі тапсырма. 4-ші тапсырма жолақтарды өлше, балаларға көмектес. Кәне, бұл жердегі Әлия 2-ге арттыр дейді, яғни 2 санын қос деп тұр. Ал 2-ге кеміт деп тұр, яғни бұны 2 сантиметрге қысқарт деп тұр. Бұл жердегі жолақтар біріншісінің көлемі 4 сантиметр болды. Екіншісі бұл 7 сантиметр. Үшінші 6 сантиметр. Төртінші жолақ 8 сантиметр. Және соңғы көк жолақ бұл 9 сантиметр. Үйден сызғышпенен өзің тағда өлшеп көрсең болады. Келесі енді 2-ге арттыр дейді. Кәне осы сандарды 2-ге арттырайық. Арттыр десе біздер қосамыз. 4 қосылған 2 тең болады 6. Келесі 7. 7 қосылған 2 тең болады 9. Келесі 6. 6 арттыр дегеннен кейін біздер қосамыз, тең болады 8. Келесі 8 сантиметр. 8 қосылған 2 тең болады 10-ға. Одан кейінгі 9. Келесі 2-ге кеміт. 2-ге кеміт дейді, сондықтан біздер бұны азайтамыз. 4 азайту 2 тең болады 2-ге. Келесі 7 азайту 2 тең болады 5-ге. 6 азайту 2 тең болады 4-ге. 8 азайту 2 тең болады 6-ға. 9 азайту 2 тең болады 7-ге. Осылай біздер жолақтарды өлшедік және балаларға көмектестік. 2-ге арттырдық, яғни қостық 2 сан және 2-ге кеміттік. Осымен бүгінгі математика сабағынан 2 санын қосу және азайтуға қатысты тапсырмаларды орындап аяқтадық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта сені міндетті түрде күтемін. Сау бол.